біз уже бұлар түсіндірмесін, біз ана базаны көрген кезде ойымыз кәдімгідей өзгерді. Мынау деген әлемге қанша партия, қанша шыт керек десе де, прям печат ұрып тұрған еді. Зубный паста қанша керек, шампунь қанша керек, барлығында. Президентпен кездесіп болған кезде тағы да бір жүрегімізге бір қуаныш сыйлағанымыз, президенттің өзімен сөйлескен кезде қандай жұмсақ адам, әрқайсымызбен жеке қол алып алысып жатыр. 18 адам барып тұрмыз, кісілік жоқ қой енді. Жаңа ұлық болсаң, кішік болсаң, ұлық боласың, енді өзінің қаншалықты соншалықты дәрежеге жеткені содан белгілі да. 40 жыл не басқару деген оңай емес қой. Қазір жасыратын түгі жоқ. 2 жыл компанияда от души істейміз, 3-ші жыл құлап жатып, или беретін затымызды ала алмай қалып жатамыз. Не деген миллиардтаған товар жіберіп жатырмыз ана жерде мысалға да. Ал мына жерде енді ана кісінің ұлылығына риза болдық. Еште ол кісі аузына бір ауыз сөз шықса, қызметтегі кісілер қайқай тұра қалады. Жаңағы орнынан тұрып тыңдайды. Бір адамға мысалы мына кісіге сөйлеп тұрмын ба, бәріңіз тұрасыздар ғой орныңызда. Ана құрметтердің өзінен сәл мындай уже система бар да. Кішкене оның өзі. Сосын залын көрдік. Ана залды көрсеңіздер форум өтетін. 2000 адам сияды дейді, 10.000 адамдар бұл жерге сыймайды дейді. Сол 2000 отырған бір адам беткісі дедіңіздер, бір адамның бір ақ беткісі екен. Сол отырған халық. Значит, ол деген сіз уже қаншама уже тамырын жайып, жайғасып алған ғой енді. Бізге де сол керек болды ғой. Не деген еңбек саламыз, қазір бәріңіз осы ой, бәріңізге кішкене ой салады деп ойлаймын. Неге? Сал деп жатыр, еңбектеңіздер деп жатырмыз, әрекет жасаңыздар деп жатырмыз. Бірақ сіз белсеніп тұрып кіріскен кезде аяғында не болатынынан қорқамыз ғой біз. Жалқамай ма, аламай қалмаймыз ба деген ойлар келеді ғой. Бірақ бізді апарып алып келген қанша 16 миллион ақша кетті дедіңіздер ма? 18 адамды туда и обратно тегін, жаңа самолет, гостиницасы тегін, айтқан кезде обслуживание бәрі, енді керемет ресторандарда болдық, Шанхайға апарып дематыға келіп жатыр. Енді дұрыс компания ана нағыз өзін көрсетіп жатыр да уже бізге. Солда бізге анализ болды. Енді талай компанияда жүрміз ғой бәрі. Кейбір шындап келгенде компаниялардың заводында білмейміз.